Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 49-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарының тегін жауаптарын алып, сабақтарыңды тегін оқи аласыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз нәтиже сабақ өтетін боламыз. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Енді балалар бізге мәтінге ат қой, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз дейді. Бізде бұл жерде бірінші сұрақ берілген екен, сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді деп. Және де арғы келесі сұрақтарын құрастыруымыз керекпіз. Бірінші бізде балалар мәтінге ат қой деп тұр. Яғни балалар біз мәтіннің атын сабақ сөзінің мағынасы деп қоя алады екенбіз, және де мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Бірінші сұрақ өздерің балалар кітаптарында жазылып тұрғандай, сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Келесі, араб тілінде сабақ сөзінің мағынасы қандай? Үшінші, сабақ сөзінің ауыспалы мағынасы қандай? Балалар, осындай сұрақтарды жазып қойсаңдар болады. Келесі бізде екінші жаттығу: жұмбақты шеш және оны көшіріп жаз. Антонимдердің астын сыз дейді. Мұртын сипап күні бойы, бетін сусыз жуады. Тысырданды түн бойы, тышқанды көп қуады. Қараймен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап тиісті белгімен белгіле дейді. Бірінші балалар, осы жұмбақты дәптерімізге көшіріп жазып, оның шешуін тауып алайық. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Тысырдаңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Бұл бізде балалар жұмбақтың шешуі мысық екен. Енді антонимдердің астын сыз дейді. Бұл жерде балалар антоним дегеніміз өздерің білетіндей мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Бұл жерде мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер күн және түн деген сөздер екен. Осы сөздердің астын балалар қара қарындашпен міндетті түрде сызып қойыңдар. Келесі, қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап тиісті белгімен белгіле дейді. Бірінші бізде сусыз сөз. Сусыз сөзінде бізде су зат есім, яғни ол бізде түбірі екен. Сыз бізде, сыз деген бізде су сөзіне жалғанып, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Яғни сыз дегеніміз бізде жалғау екен. Келесі бізде тышқанды деген сөз. Тышқанды сөзіндегі түбірі тышқан, бұл бізде зат есімнен болып тұр. Ал ды дегеніміз бізде жалғау екен, балалар. Келесі бізде үшінші жаттығу: берілген тақырыппен тірек сөздерді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Тақырып: кітаптар мұңы. Тірек сөздер: жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу, кітапханашы. Яғни балалар, бұл жерге қарайтын болсақ, бізде кітаптар мұңы деп берілген тақырып. Яғни бұл жерде кітаптардың, мысалы айтатын болсақ, кітапханашыға шаққан мұңы болуы мүмкін. Сондай сол туралы мәтінде жазылуы мүмкін. Енді тақырып және тірек сөздермен шағын әңгіме құрастыр дейді. Кітап, кітапша және кітапхана, кітапханашы сөздері қандай сөздер дейді. Балалар, бірінші бізде тақырып бойынша, осы тақырып пен тірек сөздермен шағын әңгіме құрастыр дейді. Тақырып бізде кітаптар мұңы. Осы бойынша тірек сөздерді қолданып, біз мәтін құрастырып шығайық. Жыл соңы болып қалған еді. Әдеттегідей кітаптарды кітапханаға өткізетін уақыт болды. Біздің сыныпта барлық бала өте ұқыпты болатын. Тек Асқар өте тәртіпсіз болатын. Ол тіпті кітаптарына дұрыс қарамайтын. Содан Асқар мектеп кітапханасына жыртылған кітаптарын және сызылған кітапшаларын өткізеді. Кітаптар кітапханашыға өздерінің мұңдарын шағады. Сөйтіп кітапханашы Асқарды шақырып, бұлай істеуге болмайтынын түсіндіреді. Содан бері Асқар кітаптарын күтіп ұстайтын болды. Балалар, бізде осындай мәтін шықты. Енді келесі тапсырмасы: кітап, кітапша және кітапхана, кітапханашы сөздері қандай сөздер дейді. Яғни балалар, кітап, кітапша және кітапхана, кітапханашы сөздері бізде түбірлес сөздерге жатады екен. Кітап, кітапша сөздеріндегі түбір бізде кітап сөз екен. Ша бізде жұрнақ екен. Кітапхана, кітапханашы дегеніміз бізде бұл да түбірлес сөздерге жатады екен. Бұл жерде түбір сөз негізі кітап, бірақ кітапхана деген өзі басқа сөзді құрап, кітапхана деген өзі түбір болып тұр екен, балалар. Ш бұл жерде бізде жұрнақ болып тұр екен, балалар.
Келесі жаттығу бізде берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастыр дейді. Мысалы, балалар, яғни бізде бір сөз беріледі, оның түбірін, жұрнағын және жалғауын ажыратып, біз кестеге түсіруіміз керек екен. Мысалы, балалар, бізде кезекшіге деген сөз берілген, біріншіде. Оның түбірі бізде кезек екен. Жұрнақ ш, жалғауы ге екен. Келесі бізде достықты сөзінде түбірі дос, жұрнақ тық, жалғауы т екен. Сөздікпен сөзіндегі түбір сөз, жұрнағы дік, жалғауы пен екен. Келесі іскер сөзіндегі түбірі іс, жұрнағы кер екен. Жалғау жоқ екен бұл жерде. Келесі сыйлық сөзіндегі түбірі сый, жұрнағы лық. Соңғы сөз бізде уақыты сөзі. Уақыты сөзінің түбірі деген дыбыс екен, яғни деген бізде жалғауға жатады екен, балалар. Келесі бізде 5-ші жаттығу сөздерді оқы. Бәрі түбірлес сөз бола ала ма дейді. Тек түбірлес сөздерді теріп жаз. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле дейді. Бала, балақай, балақан, баламен, балалық сөздері бірінші. Екіншіде сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Үшіншіде ек, егін, егіндік, егінші, егінді деген сөздер екен. Яғни балалар бізде бірінші бағандағы сөздер, яғни бірінші бала, балақай, балақан, баламен, балалық деген сөздер берілген. Бұл жерде балалар, бала сөзінде түбірі бала, балақай түбірі бала, балақан түбірі бала. Келесі баламен деген сөз бізде түбірлес сөзге жатпайды екен. Келесі балалық сөзі түбірі бала екен. Яғни бұл жерде барлық сөздің түбірі бала деген сөз екен. Келесіде бізде сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Бұл жердегі барлық сөздің түбірі сый деген сөз екен, балалар. Соңғы бізде ек, егін, егіндік, егінші, егінді деген сөздер берілген. Бұл жерде балалар түбірлес сөзге жатпайтын егінді деген сөз бар екен. Бұл бізде түбірлес сөзге жатпайды екен. Ал қалған сөздің түбірі бізде ек екен, яғни ек түбірі ек, егін түбірі ек, егіндік түбірі ек, егінші түбірі бұл жерде де ек екен, балалар. Дәл осылай балалар дәптерлеріне көшіріп жазып алыңдар. Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің арнамыздан сендер математика және қазақ тілінің барлық жауаптарын таба аласыңдар. Сол үшін балалар подписаться деген батырманы басып, одан кейін қоңыраушаны да басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше балалар сендерге сабақта сәттілік тілеймін.